Сәлеметсіздер ме? 4-ші сынып білім алушыларына арналған қазақ тілі пәні бойынша латын әліпбиіне көшу болашаққа бастар жол тақырыбындағы сабағымызды бастаймыз. 127-ші сабақ. Бүгінгі оқу мақсатымыз мәтін мазмұны бойынша шешім табуға бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру. Дескрипторы: тыңдаған мәтін бойынша пікірді айтамыз. Шылау мен шылау тұлғалас қосымшаларды ажыратамыз. Ендеше оқулығымыздың 118-ші бетіндегі 35-ші жаттығу мәтінді тыңда. Қазақ тілінің де жазу тарихы ертеден басталған. Біздің әліпби жүйемізде бірнеше тарихи кезеңнен өтті. Қазақстан жерін мекендеген көне ғұн, сақ тайпалары өз жазуын қалыптастырған. Солардың мұрагері болып саналатын Үйсін, Қаңлы, Қыпшақ тайпаларының көне жазулары болған. Одан кейін қазақ араб графикасына негізделген әліпбиді пайдалана бастаған екен. Одан бері бірнеше ғасыр өтіпті. Ал 20-шы ғасырда қазақ тілінің әліпби жүйесі өзгерді. 1929 жылы қазақ тілі латын графикасына негізделген жаңа әліпби көшірілді. Бұл әліпбидің 1940 жылға дейін пайдаландық. Осы жылдан бастап қазақ әліпбиі тағы өзгертілді. Бұл жолы қазақ тілі кириллицаға негізделген әліпбиге ауысты. Еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін көп ұзамай әліпбиді өзгерту туралы мәселе көтеріле бастады. Оның қазақ тілі заңдылықтарына үйлесімді екенін, тіліміздің сақталып қалуы мен дамуына зор ықпал ететінін, сол арқылы әлемдік өркениетке жақындай түсетініміз дәлелденді. Тиісті орындар 2025 жылға дейін латын әліпбиіне көшу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Қазір латын графикасына негізделген қазақ әліпбиінің бірнеше нұсқасы дайындалып, көпшіліктің талқысына ұсынылды. Балдырған журналынан. Ендеше мәтіннің мазмұны байланысты өз пікіріңді айт. Пікір айтқан кезде қыстырма сөздер мен шылауларды қолдан. Оқулығымыздың 119-ші бетіндегі 36-шы жаттығу. Бағанның екі жағындағы сөйлемдерді салыстыр. Менде ағылшынша сөздік бар. Менде шет тілді үйреніп жүрмін. Динада жақсы кітап бар. Динада жақсы оқиды. Сәуле Сарамен бірге келеді. Сәуле мен Сара бір сыныпта оқиды. Бұл сөйлемдерді сөйлем мүшелеріне талдаңдар. Есіңде сақта. Да де, та де шылау болса, атау септігіндегі сөзбен байланысады да бөлек жазылады. Мысалы, күнде жылынды, көкте шықты. Да, де, та, де жаты септік жалғауы болса, өзі жалғанған сөзбен бірігіп жазылады. Мысалы, мал қорада тұр. Мен, бен, пен шылау болса, бөлек жазылады. Мысалы, қағаз бен қалам алды. Ал мен, бен, пен
Көмектес септік жалғауы болса, өзі жалғанған сөзден бірігіп жазылады. Мысалы, мен әкеммен сөйлестім. 37-ші жаттығу. Жақшаны ашып, мәтінді көшіріп жаз. Бірінші сөйлем. Латын әліпбиі әлемде кеңінен қолданылады. Қалған сөйлемдерді жақшадағы да, де, мен деген сөздердің қайсысымен бірге, қайсысын бөлек жаздың және неліктен түсіндіріп өт. Үй тапсырмасы. Оқулығымыздың 119-шы бетіндегі 39-шы жаттығу. Кестені толықтыр. Бөлек жазылатын шылаулар, дефиспен жазылатын шылаулар және жалғаулар мен тұлғалық ұқсастығы бар шылауларды жазамыз. Осы тапсырмалар бойынша кері байланыс жасаймыз. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.